Джон Дэвисон Рокфеллер тарихтағы алғашқы ресми долларлық миллиардер, американдық кәсіпкер және филантроп. 1870 жылдан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін Рокфеллер бензин мен керосин саудасымен айналысатын Standard Oil компаниясын басқарды. Егер сіздің жалғыз мақсатыңыз бай болу болса, сіз оған ешқашан жете алмайсыз. Джон Рокфеллер жасаған көптеген афоризмдердің ішінде бұл, мүмкін, ең парадоксты. Байлық пен тәуелсіздікті армандайтын адамдар, ол қорқытады, және сонымен бірге өмір сүрген кәсіпкер және мультимиллионер Джон Дэвисон Рокфеллердің өмірбаянына назар аударады. 100 жылға жуық, 1839-1937, бұл сөз тіркесі әлемдегі ең бай адамның жоғары моральдық өмірлік ұстанымын жерлейді. Бала кезінде Джон кедей отбасынан шыққан, қатал және тақуалықта өскен тыныш бала. Ол үнемі назарында болды. Сыртынан қарағанда бұл баланың көзінде бір түрлі із қалдырған жоқ, ал оның сабырлылығы оның айналасындағыларды қорқытты. Ол сезімтал, мейірімді бала болып өсті, ал есейген кезде ол адамзат тарихындағы ең қуатты филантроптардың біріне айналды. Шіркеу үшін және жай ғана ауру және мұқтаж адамдар үшін қайырымдылық көмек мөлшері $100 миллион бағаланады. Мектепте оқуға құлықсыз болды. Ол негізінен математика мен Құдай сөзіне қызығушылық танытты. Содан кейін бірнеше жыл есепшінің көмекшісі болып жұмыс істеді. Бұл оның айтуынша, оған жұмыста ұқыптылық пен шыдамдылық және әрине тапқан ақшаны үнемдеу қабілетінің бай тәжірибесін әкелді. Аздаған соманы жинап әкесінен қарыз алғаннан кейін Джон досы және серіктесі Марис Кларкпен саудаға кірісті. Олар 1861-1865 жылдардағы соғыс кезінде солтүстік пен оңтүстікке азық-түлік сатты. Айта кету керек, Рокфеллер мен Кларк серіктестігінің долларлық ағыны 10 мыңнан асқан кезде, бизнесті жүргізу кезіндегі келіспеушіліктер серіктестерді сатып алуға мәжбүр етті. Кларктан кәсіпорынның оның бөлігі Джон бірнеше бұрғылау қондырғылары мен мұнай өңдеу зауытын сатып алады. Осы сәттен бастап ең көрнекті бизнес оқиғаларының бірін әзірлеу басталады. Standard Oil Company Рокфеллердің баға саясаты аяусыз болды. Көптеген адвокаттар сол кездегі ең жоғары гонорармен соттарда оның заңдылығын қорғауға мәжбүр болды. Және тағы да ақша босқа кеткен жоқ. Оған саясатшылардың қолдауына ие болған зәулім үйлер, оларға қосымша асыл тұқымды мал қоралары сыйға берілді. Теодор Рузвельт билікке келгенге дейін бәрі тұрақты дамыды. Рокфеллерде ол Американың еркін кәсіпкерліктің ең қасшауын көрді. 1911 жылы сот шешімімен Standard Oil 34 шағын компанияға бөлінді. Джонның өзі бақылаушы акциялардың иесі болып қала берді. Бірақ көп ұзамай бұл іске қызығушылықтың жоғарылауы акцияның бағасын көтерді. Ал Рокфеллер қайтадан пайда тапты. Джон Рокфеллердің іскерлік қасиеттерін сипаттаған кезде, оның әйелін қысқаша атап өтпеу мүмкін емес. Бұл кәсіпкерге лайықты тірек болды. Джон жас кезінде мұғалім Лаура Спелманға үйленді. Ол оның барлық талаптарын орындады. Сүйіспеншіліктен басқа, оларды Құдайға деген сенім біріктірді. Алғашқы жалақысынан бастап отбасы кірісінің 10%-ын шіркеуге берді. Лаурамен терең рухани байланыс балаларды еңбекқор және қарапайым етіп тәрбиелеуге көмектесті. Отбасында барлығы әйелі мен анасының құнды кеңестерін тыңдап, құрметтейтін. Ғасырдың басында Джон Рокфеллер миллиардер болды. Өмірінің соңында ол Standard Oil компаниясының акцияларын есептемегенде болат және темір жол компанияларына, өзен тасымалдау компанияларына және мұхит танкерлеріне, банктерге, жылжымайтын мүлік фирмаларына, апельсин тоғайларына ие болды. Джонның жас кезінен ақ екі арманы болды: $100,000 табу және тура бір ғасыр өмір сүру. Ол біріншісін өте жылдам жүзеге асырды, ал екіншісіне әйгілі өмірінің 98 жылында жұмыс істеді. Даналығы, қарапайымдылығы, шыдамдылығы мен туа біткен байсалдылығы бұл үлкен адамның мақсатына жетуіне көмектесті. Оның жетістіктері шынымен керемет. Рокфеллер университетінің Спелман колледжі, Чикаго университеті, Рокфеллер медициналық зерттеулер институты, заманауи өнер мұражайы, көптеген монастырлар және ең соңында Рокфеллер қоры. Мұның бәрін бір адам салған және жасаған. Рокфеллердің ақша ережелері бір. Ақшаны үнемдеу. Өнімдерді арзанырақ немесе жаппай сатып алуға болатын жерді іздеңіз. 2. Алдын ала сатып алу тізімін жасаңыз, және тізімде бар нәрсені ғана сатып алыңыз. Ақшаң жетпесе, кәсіппен айналысу керек. Егер ақша мүлде болмаса, кәсіп ашу керек.
Шұғыл, дәл қазір, 4. Үлкен байлыққа апаратын жол тек пассивті табыс арқылы өтеді. Сіздің күш-жігеріңізге қарамастан сізге келетін табыс. 5. Пассивті табыс көзін жасап, өз рахатыңыз үшін өмір сүріңіз. 6. Хабарласыңыз. Ақша сізге басқа адамдар арқылы келеді. 7. Дүние жүзіндегі бай адамдардың өмір баяндары мен ойларын зерттеу. 8. Армандар сіздің өміріңіздегі басты нәрсе. Армандау және армандардың орындалатынына сену маңызды. Адам армандауды тоқтатқан кезде өле бастайды. 9. Адамдарға көмектес. Ақша үшін емес, шын жүректен,